Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Бүгін қазақ әдебиеті пәні бойынша өтетін сабағымыздың тақырыбы Сырбай Мәуленовтың өмір жолы, соғыс тақырыбындағы жырлары. Бүгінгі сабағымыздың мақсатымен танысып алайық. Бүгінгі мақсатымыз поэзиялық шығармалардың жанрлық ерекшелігіне, көркемдік сипаттарына жан-жақты талдау жасау, автор бейнесінің шығармадағы белгілі бір оқиғадағы көрінісін анықтау. Алдымен ақынның өмір жолына шолу жасайық. Қазақ даласы қашанда таланттарға әсте кенде болмаған. Өткен ғасырдың 50-ші жылдары қазақ әдебиетінің рухани кемелденуіне өзіндік қолтаңбасымен келген көрнекті тұлғалардың бірі Сырбай Мәуленов. Сырбай Мәуленов 1922 жылы 17 қыркүйекте Қостанай облысы Жангелдин ауданында дүниеге келген. Туған өлкесінде орта білім алып, одан кейін Қызылорда педагогикалық институтында филология факультетінде оқыған. 1973 жылы Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетін бітірген. Сырбай Мәуленов 1993 жылы 71 жасында дүниеден өткен. Ақынның еңбек жолымен танысайық. 1943 жылы 1950 жылдар аралығы Қостанай облысы радио комитетінде редактор, большевиктік жол, қазіргі коммунизм таңы газетінде бөлім меңгерушісі, редактордың орынбасары, 1957 жылы 1961 жылдар аралығы Қазақстан жазушылар одағында әдеби кеңесші, Қазақ әдебиеті газетінде бас редакторының орынбасары, 1964-1971 жылдар аралығы Жұлдыз журналының Қазақ әдебиеті газетінің бас редакторы болып қызмет атқарған. Сырбай ақынның шығармаларына зер салайық. Тұңғыш өлеңі Жамбыл облысы колхозшы газетінде 1937 жылы жарияланды. Өлеңдері атты алғашқы жинағы 1948 жылы жарық көрді. Сырбай Мәуленов 40-қа жуық жыр жинақтардың авторы. Шығармаларында туған жер, ерлік, замандас және оның жасампаз еңбегі жарқын жырланады. Оның Үркер төбеде тұр кітабы, Қызыл арша және Сәуір жаңбырлары өлең кітабы, Жолдас, Жас жүрек, Амангелді Имановтың балалық шағы туралы Қорқақ торпақ, тағы да басқа өлеңдермен әңгімелер жазған. Сырағаңның соғыс тақырыбындағы өлеңдеріне тоқталайық. Филология ғалымдарының докторы Серік Қирабаев ағамыз Сырбай Мәуленовтың ақындық таланттық шарықтауы ұлы отан соғысы жылдарына тура келгенін айтады. Сырағаң соғыстың алдында Қызылордада өлең жаза бастады. Шын ақындыққа келуі, төселуі ұлы отан майданында өтті. Майдан өмірі көп адамды шындықтың не екенін, өмір мен өлім үшін күрестің не екенін ұқтырды. Сырағаң солай ойшыл ақынның қалпына келді деп еске алады. 1942 жылдың қоңыр күзінде Жарыскөл станциясынан майданға аттанған Сырағаң сұм соғыста бір қолын жоғалтып, жарадар болып қайтса да 58 кітап жазған екен. Ақынның әр кітабы, әр жыр шоғырлары қанды кесапатты әйтеуір бір еске салып өтеді. Оның 18-де әскермін, қоңырау соғылды, құлын, соғыста бірақ заң бар мен білетін, жау оғынан бораған жасырды жер мені, күлге айналған ормандар, нақты деректермен баяндалатын санитарка, шинель, окоп, аэростат туралы жыр, солдат қасығы туралы баллада, соғыс жайын сұрасин, жығылды жаудың жалауы, соғыстан қайтқан солдаттар, шекара түні, тағы да басқа өлеңдері бар. Өзім өткен алдымда жол тұр бәрі, аз жазғам жоқ өлеңде ол туралы. Менің жолым Торғай мен Сырдария, Дон мен Волохов, Неваның толқындары. Деп ақын өз өмір жолын осы бір шумақ өлеңге сыйғызғандай.
Серағаң өлеңдерінде соғыстың ізі еш уақытта көмескіленген емес. Мен 18 жасымда армияға алынып, Дондағы Ростовта болдым да, көп ұзамай аурулығыма байланысты әскери қызметтен босатылдым. Соғыс басталғаннан кейін 1 жыл өткен соң, денсаулығым түзелген соң, өз өтінішіммен майданға аттандым. Әскери өмір менің өлеңімнің де мектебі. Соғыс мені күйретті де, көп нәрсеге үйретті. Тәніме мәңгі өшпейтін таңбасын түсірді. Әкемнің жақын інілерінде жалмап, жаныма жазылуы қиын жара да салды. Соғыс тақырыбына менің айналып соға беретінім сондықтан деп, Сырбай ағамыз өзі туралы шындығын қара сөзбен жеткізген екен. Өлген достың денесін орадым мен, Январдың ақ қарлы бораным мен, топырақты қаздым дос жүзіне жасырғалы, мұз боп қатқан тоң қойын ашылмады. Отты жақтым, түнімен жер жібітіп, жанымда өрт, көзімде жасылғалы. Қайран досты жерледім ертеңгілік, қара үңгірге қарады жер телміріп, сол бір оттың жалыны бір суымай, келеді әлі жанымды өртендіріп. Міне, ақын майдан тақырыбын осылай жырлады. Әр өлеңнің соғыстың жанды суретін елестейді. Ұлы Отан соғысына қатысқан майдангер ретінде Сырбай Мәуленовтің шығармашылығында соғыс тақырыбы үлкен орын алады. Ақынның соғыс тақырыбындағы өлеңдерін оқып көрейікші. Окоп. Қара суық уілдеп, жерді жапқан жұқа қар, қыс лебінен дірілдеп, бұғып қалған бұталар. Бақсылардай сарнап дал, бірде аңдай ұлиды, келе жатыр солдаттар, арман етіп жылиды. Жолдың шеті түйілмей, келеді түн өткенше, асықты олар үйіндей, окоптарға жеткенше. Табиғаттың қаһарлы бейнесі бір сәт қағыс қалған емес. Көзі көрген оқиға, көңіл күй сезімдері жан түкпірінде шиыршық атып, от жалынмен араласып, өлең боп өріліп, жыр боп төгілгенін байқауға болады. Құрметті білім алушылар, енді майдан жырларын тыңдап көрейік. Жаутаңдап қарап дала тұр, көз жасын сүртіп жаңа бір, хабарсыз ұлын сұрауға жолыңды тосып ана жүр. Қанша үйдің ұрлап адамын, қанша үйде сөніп қалды оттар, көрдің бе ұлын ананың, соғыстан қайтқан солдаттар. Кешікпей жарым келер деп, төрінен сайлап орынды, батысқа қарай елеңдеп, ару жыр тосып жолыңды. Көтерді бәрін ауырдың, азамат болып арда ақтар, көрдің бе жарын арудың, соғыстан қайтқан солдаттар. Кетерде солдат жарының, ішінде қалған ана жыл, көкемді айтпай танырмын, деп бір сәби бала жүр. Қайырылмай қалай кетесің, хабарсыз қалай ол доқтар, көрдің бе оның көкесін, соғыстан қайтқан солдаттар. Қаралы қағаз жіберіп, қаншама қайғы салды оқтар, барады үнсіз түнеріп, соғыстан қайтқан солдаттар. Кезінде өлең болып жазылып, әнге айналған осы өлең бәрімізге, тіпті әлемге мәлім бір мезетті, бір минутты үнсіздікпен еске алуды күткендей. Біз де сол кезеңдегі бейбітшілік үшін, елі үшін құрбан болғандарды бір минут еске алайық. Қаралы қағаз жіберіп, қаншама қайғы салды оқтар, барады үнсіз түнеріп, соғыстан қайтқан солдаттар. Соғыстан қайтқан Сырбай ақында сол үнсіз түнергендердің бірі еді.
сол соғысты әлі күнге дейін ұмыттырмай келе жатқан қасиетті жаңғырықтардың бірі де осы Серағаңның қанды майдан қасіреттерін, сезімдерді сыздата бейнелеген мол мұрасы тарихи өлеңі. Құрметті білім алушылар, тарихи өлең дегеніміз не? Қоғам дамуындағы белгілі бір ұлттың, халық, ел болып қалыптасқан кезде басына қиын қыстау күн туғандағы тарихи әлеуметтік жағдайына қатысты жедел туып, сол ұлттың оқиғаға деген көзқарасын, көңіл күйін, арман тілегін дәлме-дәл жалпы халықтық психологиямен өрелестіретін мұраларымызды тарихи өлеңдер дейміз. Бұл тарихи өлеңдер туралы қазақтың ұлы жазушысы Мұхтар Әуезов тарихи өлеңдер ең алдымен ел тіршілігінде анық болып өткен тарихи оқиғадан туады дейді. Демек, ақынның соғыстан қайтқан солдаттар өлеңі тарихи өлең. Тарихи дерекке байланысты жазылған, нақты тарихи оқиғаның берілгенін аңғару қиын емес. Өлеңге арқау болған оқиға 1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысы. Сырбай Мәуленов бұл тарихи оқиғаға қатысып, оқиғаның куәгері болғандықтан қалтқысыз жеткізе білген. Бүгінгі сабағымыздың мазмұнын бекіте түсу үшін тапсырмалар орындайық. Соғыстан қайтқан солдаттар өлеңінің мазмұны бойынша пікірлеріңді Попс формуласы арқылы білдіріңдер. Бірінші тапсырма бойынша бірінші сөйлем менің ойымша. Екінші сөйлем, себебі мен оны былай түсіндіремін. Үшінші сөйлем, мен оны фактілермен, мысалдармен дәлелдей аламын. Соңғы сөйлем, осыған байланысты мен мынандай қорытынды шешімге келдім. Екінші тапсырма, 3 түрлі жеңіл тапсырмалардан тұрады. Сіздерде ұсынылған презентацияда көрсетілген А. Үлгіні негізге ала отырып, өлеңді талдайық. Яғни, өлеңдегі келесі шумақты талдаймыз. Ә. Пікірталас картасы. Егер соғыс болмаса, және кестедегі келесі бағанада соғыс қандай зардап әкелді? Осы екі бағана бойынша өз ойымызбен толықтырып шығамыз. Б. Сөздермен жұмыс. Берілген сөздердің мағынасын жазып өтіріңіздер. Сөніп қалды оттар, қаралы қағаз, көтерді бәрін ауырдың. Яғни берілген сөздердегі, өлеңдегі берілген сөздердің түсініктеме қандай мағынада ұсынылғанын жазып шығасыздар. Үшінші тапсырма, кестені толтырыңдар. Майдангер ақынның жырларындағы үндестік. Ал енді сабағымызды қорытындылайық. Бүгін біз Сырбай Мәуленовтың журналист, очеркист, публицист, аудармашы, балалар әдебиетіне үлес қосқан жазушы, сыншы сатирик, редактор, майдангер ақын екенін білдік. Соғыс сұрапылында қайнап шыққан ақынның өмір жолымен таныстық. Соғыс тақырыбындағы өлеңдерін оқып, тыңдадық. Қазақ поэзиясында соғыс туралы, оның зардабы туралы ең көп те көркем толғаған Сырбай Мәуленов. Соғыс, ащы зар, зәрлі запыран, ызалы үн, орны толмас қасірет. Тәуелсіз елімізде енді ананың баласын іздеген зары естілмесін. Әкесін күткен бала сағынышпен сарғаймасын. Адамзат соғыс деген сөз естімесін дейік. Отанымыз тыныштықта болып, жақсы оқып, болашаққа біліммен қадам басайық. Үйге тапсырма. Сырбай Мәуленовтың өмірі мен шығармашылық жолын оқу. Соғыстан қайтқан солдаттар өлеңін жаттау. Берілген тапсырмаларды орындап жүктеу.
Сабақта сіздермен бірге болған қазақ тілі мен әдебиет пәндерінің мұғалімі Құлпейісова Гүлжазира Елубайқызы. Аман сау болыңыздар.